Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін мен қазір қызу талқыланып жатқан лизинг тақырыбы бойынша айтқалы отырмын. Бұл жалпы не бағдарлама, несиеден қандай артықшылықтары, кемшіліктері бар, жалпы ерекшеліктері қандай, және қазір бұл бағытта осы төңіректе қандай жаңалықтар болып жатыр, қандай болжамдар болып жатыр, және не болуы мүмкін деген нәрселерді айтам. Лизингтің жалпы қарапайым азаматтарға керек пе? Егер алатын болсаңыздар, қандай мәселелерге, қандай тұстарына ерекше көңіл бөлу керек екенін айтып берем. Бірінші, жалпы лизинг деген не? Бұл қарапайым тілмен айтқан кезде лизинг дегеніміз жалға беру деген сөз. Мысалы, бұған дейін ауыл шаруашылығы техникасына, заңды тұлғаларға лизингтер беріліп келді. Мәселен, ауыл шаруашылығының өте қымбат техникалары шаруаларымызға лизинг арқылы берілді. Қарапайым азаматтардың арасында да лизинг баяғыдан бар. Мысалы, кей азаматтар осы лизинг арқылы өзіне пайда тауып жүр. Мысалы, салоннан адам тасымалдауына жарамды көліктерді, мысалға қатты қымбат емес көліктерді алады да лизингке, аты лизинг емес, аренда деп айтады оны, тапсырып қояды. Кей адамдар оны адам тасымалы, яғни таксовать ету үшін алады да, күнделікті ақшасын сол көліктің иесіне төлеп отырады, сол арқылы өзінің пайдасын табады, және жаңағы көліктің иесіне күнделікті ақысын төлеп отырады. Яғни арендадағы көлік деп айтамыз ғой, сол лизингте де тура сондай болады. Құны толық өтеліп болғанға дейін көлік жеке тұлғаның, яғни лизингке көлік алған адамның атына өтпейді, лизинг беруші компанияның атында тұрады. Құны толық өтілгеннен кейін барып қана сіздің атыңызға тіркеледі. Жаңағы жеке тұлғалардың арасындағы келісім бойынша да, мысалы 6 миллионға көлікті, мен мысалды ретінде айтып отырмын, көлікті бағаласа, күн сайын 10 мыңнан 15 мыңнан жалға беріп қояды. Құны 6 миллионға төленіп жеткеннен кейін көлікті жаңағы таксовать етіп жүрген адамның атына ауыстырып береді. Осыны лизинг деп айтамыз. Лизингті кім жүргізеді? Осы жолыға лизинг енді мемлекет тарапынан заңды түрде жүзеге асырылатын болғандықтан, оған қаржы ұйымдары немесе арнайы ұйым жауапты болады. Мысалға, ауыл шаруашылығы техникасын лизингке берген кезде, ол Қазагро қаржы деген белгілі компания бар, сол арқылы жүргізілген. Ал егерде жеке тұлғаларға лизинг арқылы көлік берілетін болса, оны мысалға халық лизинг, банк центр кредит лизинг деген бар, немесе Сбер лизинг Қазақстан деген бар. Жаңағы банктерге еншілес арнайы компаниялар бар, осы лизинг жұмыстарымен арнайы шұғылданатын. Ол банктың тура өзі емес, бірақ еншілес компания, дегенмен сол қаржылық ұйымның қаржысымен тікелей жұмыс істеуге құқығы бар компаниялар. Бұл жағдайда нені түсінуіміз керек? Яғни лизинг дегеніміз ол бөліп төлеу емес, оның міндетті түрде пайызы болады. Өйткені жаңағы екінші деңгейлі банктерге еншілес компаниялар пайда табуы керек. Сондықтан бұған жылдық мөлшерлеме бекітіледі. Сол бойынша көліктің өзінің құнынан бөлек пайызды да төлеуге азаматтар міндеттеледі. Сосын бұл жерде мемлекеттің не үшін жасап отыр? Мемлекеттің пайдасы қандай дегенге келетін болсақ, бұл жерде мемлекет егерде осы шынайы лизингтік жолмен жұмыс істейтін жағдай болса, осы бағдарлама қабылданатын болса, мемлекет тікелей пайда таппайды, тек қана жанама пайда табады. Ол қалай жұмыс істейді? Мысалы, лизингтік компания 1000 көлікті лизинг арқылы сатты делік, олардың жаңағы пайыздық мөлшерлеме арқылы түсетін пайдасы бар. Сол пайдаға табыс салығы төленеді, ол мемлекетке төленеді. Жаңағы мысалға халық лизинг арқылы берілетін болса, халық лизинг мысал ретінде айтайын, 500 миллион табатын болса, оның 10% мемлекетке табыс салығы ретінде төлейді. Оның қосымша құн салығы жаңағы НДС бар, одан пайда көреді. Сосын жаңағы ұсақ түйек пайдалары да болады. Азаматтар көлік алған сайын оның
сақтандыру төленеді, техникалық байқаудан өтеді, және басқа да шығындар бар. Мысалға, көлікті тіркеуге қойған кезде оның мемлекеттік нөмірі үшін, техникалық құжат үшін төленетін жаңағы госпошлиналар дейміз ғой, сондай төлемдер арқылы пайда табады. Және де осы автокөлік нарығындағы бір серпіліс жасау ұмтылысы бұл. Нарық жанданған сайын бұл мемлекетке пайдалы, жаңағы салықтар көбейеді, және жұмыспен қамтылған азаматтар болады. Сол сияқты бұл жанама табыс арқылы мемлекет пайда табады. Жаңа айтып өттім ғой мен, егер де лизинг арқылы көлік алатын болсаңыз, көлік оның толық құнын өтеп болғанға дейін сіздің атыңызға өтпейді. Бұл жерде дегенмен мынаны есте сақтау керек, лизингтік заң бойынша оның салықты төлеу тәртібі бар. Егер де сіз лизинг арқылы көлікті алсаңыз, бірақ көлік жаңағы лизинг беруші компанияның атында болса, сіз пайдаланып жүрсеңіз, көлік салығы сізге міндеттеледі, сізге жүктеледі. Бұл заңмен қарастырылған, яғни пайдаланған адам сіз болғандықтан, көлік сіздің атыңызда болмаса да жыл сайынғы салықты сіз төлеуге міндеттелесіз. Енді лизинг алған кезде негізгі есте сақтау керек мәселелер бар. Қазіргі уақытта лизингтік бағдарлама әзірге толық қабылданған жоқ, оның шарттары бекітілген жоқ, сондықтан әзірге болжамдар ғана бар. Дегенмен есте ұстау керек тұстары бар. Мысалға, егер де сіз лизинг арқылы көлік алуға шешім қабылдасаңыз, міндетті түрде мына мәселелерді есте сақтаңыз. Оның пайыздық мөлшерлемесін міндетті түрде қарапайым көліктік несиелік бағдарламалармен салыстырыңыз. Өйткені қазір көптеген брендтер, көптеген маркалар өздерінің жеке бағдарламалары арқылы көлікті несиеге беріп жатыр. 4%, 5%, 10%, тіпті 0,1% бен де көлік беріп отқандар бар. Сондықтан осы бағдарламаларды есте ұстаңыздар. Және де лизинг алар кезде оның үстінен қосып төлейтін сомаңызды жаңағы автонесиелік бағдарламаларымен салыстырыңыз. Міндетті түрде менің ойымша бұл лизингтік бағдарлама арқылы тек қана Қазақстанда құрастырылған, Қазақстанда жиналған көліктер ғана сатылады. Шетелден көлік алып келіп, оны лизингке сату мүмкін болмайды. Яғни Астана Моторс немесе Сарыарқа Автопром деген зауыттарымыз бар. Солардан шыққан көліктер ғана сатылады. Яғни Kia, Chevrolet, Hyundai, жаңа Қытайдың брендтерді шығаратын Алматыда жаңа зауыт іске қосылды. Осы көліктер ғана лизинг арқылы сатылуы мүмкін. Сондықтан жаңағы өзіңізге қажеттісін таңдап алғаннан кейін міндетті түрде оның пайыздық мөлшерлемесін салыстырыңыз. Сосын лизингпен көлік алар кезде оның шарттары беріледі. Міндетті түрде жаңағы екі жақта қол қою болады. Сол кезде егер көлік атыңызға сіздің өтетін уақытта қандай сіздерге талап қойылады, сонда міндетті түрде қарауыңыз керек. Қай уақытта атыңызға өтеді, және атыңызға өткен кезде сіздің сіз қосымша қаржы төлеуге міндеттелмейсіз бе? Ол да үлкен бір шығын болуы мүмкін, оны есептеуіңіз керек. Лизинг берілген кезде оның сатып алушының міндетті түрде қазіргі уақыттағы жоспар бойынша оның несиелік мүмкіндіктері, яғни несие тарихы қарастырылуы мүмкін. Егер де ол қарастырылатын болса, көп азаматтарға қолжетімсіз болып қалуы әбден мүмкін. Өйткені лизинг арқылы көлік алатын, яғни жалға көлік алатын азаматтардың көпшілігі адам тасымалымен, яғни таксовать етумен айналысады. Ол азаматтардың тұрақты жұмысы болмағандықтан, тек қана адам тасымалымен айналысқандықтан, олар міндетті зейнетақы төлемін толық көлемде төлемейтіні анық. Сондықтан ол қарапайым азаматтардың несиені төлеу мүмкіндігі есептелген кезде оларға берілмей қалуы мүмкін. Егер де несие тарихы қаралатын болса, яғни лизингтік төлемдерді уақытылы төлемеуде сіздің несиелік тарихыңызға әсер етеді. Егер де сіз 2-3 ай бойы лизингтік төлеміңізді төлемей қойсаңыз, жаңағы лизинг беруші компания сіздің көлігіңізді алып қоюы да мүмкін. Яғни қарапайым залогта тұрған нәрсе сияқты ғой, несиелік бағдарлама сияқты қарастырылады. Сондықтан осы шарттарда да қанша уақыт төленбеген жағдайда сіздің көлігіңізді банк немесе жаңағы лизинг беруші компания алып қоюға құқылы, оны да алдын ала тексеріп, зерттеп алғаныңыз абзал.
Сонымен менің ойымша, егерде лизингтік бағдарлама іске қосылатын болса, оны жаңағы банктер арқылы немесе жаңағы банктерге еншілес ұйымдар арқылы емес, тікелей жаңағы өндірушілер арқылы жасалатын болса, бұл бір жағынан сәл дұрысырақ болар ма еді. Мысалға жаңа біздің айтып отырған Астана Моторс, Сарыарқа автопромдарды өте үлкен алпауыт компаниялар ғой, олардың өздерінің де менің ойымша мүмкіндіктері болуы тиіс осындай бағдарламаларды іске қосу арқылы. Мысалы қаншама Қытайдың компаниялары келіп өздерінің шарттары арқылы несиені беріп жатыр ғой. Сол сияқты егерде біздің жаңағы өндірушілеріміз өздері беретін болсам, қайдағы бір жаңағы екінші деңгейлі сізге көліктің өндіруіне де сіздің неңізге де қатысы жоқ азаматтарға пайыз төлемей, тікелей өндірушімен жұмыс деген жағдайда пайыздық мөлшерлемесін біршама азайтуға болар ма еді деген мәселе мен мазалап тұр әзірге. Сонымен лизингтік бағдарламаны пайдаланғыңыз келсе, міндетті түрде алдын ала тексеріп алыңыз, басқа бағдарламалармен міндетті түрде салыстырып алыңыз. Егер де оның шарттары жасалатын болса, мен сіздерге міндетті түрде осы YouTube арнада жеткіземін. Онкар арнасында енді автокөліктерге қатысты, бағдарламаларға қатысты жаңалықтар тұрақты шығып тұрады. Арнаға жазылып қойыңыздар, ары қарай тұрақты түрде сізбен байланыста боламын.